Нақыл сөздер кітабы 11-ші тарау. Жалған таразы жаратқанға жеркенішті, адал таразы оған ұнамдысы, менмендікке масқара серік, кішіпейілге даналық серік, әділ жанды адалдығы жетелер, арамзаның түбіне сұмдығы жетер. Қақарлы күнде байлықтан пайда болмайды, ал әділдік өлімнен аман сақтайды. Таза жанның әділдігі жолын түзетер, арамзаны зұлымдығы сүріндірер. Әділді адалдығы құтқарар, алдамшы ашкөздігінен ұсталар. Арамза өлгенде үміті үзілер, зұлымның күткені босқа кетер. Әділ жан пәледен құтқарылар, арамза оның орнына соған ұшырар. Арсыз адам сөзімен жақынын жояр, әділ жан түсінігімен аман қалар. Әділдің амандығына қала қуанар, зұлымның құруына мәз мейрам болар. Әділдің ақ батасымен қала өркендер, зұлымның жалған тілінен бытырап кетер. Ақылсыз көршісін келекелер, ақылды аузына ие боп жүрер. Өсек тасыған сырыңды ашар, адалжан ісіңді құпия сақтар. Жетекшіге зәру ел тозар, кеңесшісі мол ел озар. Бөтенге кепіл болған пәлеге ұшырар, кепілдіктен бас тартқан қауіпсіз болар. Сүйкімді әйел абыройға бөленер, күш сала істеген байлықты емденер. Қайырымды өз жанына рахым табар, қатыгез өз тәніне зиян туғызар. Арамза өткінші өнім жинайды, әділдік сепкеннің сыйы тозбайды. Шын әділдік өмір сыйлар, зұлымдыққа ұмтылған өлім табар. Зымиян жаннан жаратқан жеренер, мінсіз жүргенге ол сүйсінер. Сөз жоқ, зұлым жан жазасын тартар, әділдің ұрпағы аман құтылар. Әдемі алайда әдепсіз әйел заты, шошқа мұрнындағы алтын сырға сияқты. Әділдің тілегені жақсылықпен бітер, зұлымның күткені ашу ызамен бітер. Қолы ашық адам байи түсер, тым сараң жан кедейлене түсер. Жомарт жан игілікке кенелер, басқаны сергіткен өзі де сергір. Аштықта астық жастырғанды жұрт қарғар, астығын елге сатқанға батасын жаудырар. Жақсылыққа ұмтылған рақым іздеп табар, зұлымдыққа ұмтылған зұлымдыққа тап болар. Байлығына сенім артқан сүрінер, ал әділ жан жапырақтай көгерер. Отбасының берекесін кетірген дымсыз қалар, зердесіз зерделі жанға қызмет қылар. Әділ жанның жемісі өмір сыйлар ағашқа ұқсар, зерделі жан адамдарды әділдікке тартар. Әділ жан бұл дүниеде тиістісін алмақ, зұлым мен күнәқар одан бетер жазаланбақ. Нақыл сөздер 12-ші тарау. Тәрбиені ұнатқан, білімді де ұнатқан. Ал ескертуді жек көрген, санасыз надан. Ізгі жанды жаратқан ие ұнатар. Зымиянға ол үкімін шығарар. Адам зұлымдықпен берік болмас. Ал әділ жанның түп тамыры мызғымас. Ізгі әйел күйеуінің абыройын асырар. Арсыз әйел күйеуінің қуатын таусар. Әділдің ой ниеті әділетті. Арамзаның кеңесі алдамшы. Зұлымның сөзі қан төгер тұзақ құрар. Әділдің сөзі пәледен құтқарар. Зұлым құлап із түссіз жоқ болар. Әділдің шаңырағы берік тұрар. Ақылына қарап адамды мақтар. Ойы бұзық жан жексұрын болар. Кеуде көтеріп аш жүргеннен гөрі, адал еңбек еткен қарапайым жан игі. Ізгі жан малының да қамын ойлар. Арамзаның жүрегі қатыгез болар. Жерін өңдегеннің қарны тоқ. Бос қиял қуғанның ақылы жоқ. Зұлымның олжасына сұрқия көз салар. Тамыры берік әділ жан жемісті болар. Арамза жалған сөзінен ұсталар. Әділ жан пәледен аман құтылар. Аузынан шыққан жақсы сөзі адамды тоқ қылар. Еңбек еткен қолы да ақысын алар. Ақмақ жүрген жолым тура дер. Дана жан кеңеске құлақ түрер. Ақмақтың ашуы бірден бетіне шығар. Ақылды жан шеккен жәбіріне немқұрайды қарар. Білген шындығын айтқан әділдікті паш етер.
жалған куәгер болған опасыздық етер. Мылжың өз тілімен семсердей шағар. Дана өз тілімен жанның жарасын сауықтырар. Шыншылдың сөзі мәңгілік, өтірікшінің сөзі бірақ сәттік. Зұлымдық ойлағанның жүрегі толған сұмдық. Татулық ойлағанның жүрегі толған шаттық. Әділге күнәнің кесірі жұқпас. Зұлым толған пәлесінен арылмас. Жалған тіл жаратқанға жиренішті. Ақиқатты айтатын оған сүйкімді. Зерделі білімін жасырар. Зердесіз надандығын жариялар. Еңбекқор қол билікке жеткізер. Жалқау қол құлдыққа түсірер. Саруайым адамның еңсесін басар. Жақсы сөз оның көңілін тастар. Әділ жан серіктерін ақ жолмен бастар. Арамзаның жолы оларды адастырар. Жалқау аң аулап, етін қуыруға да ерінер. Ал еңбекқордың меншігі құндана түсер. Әділдік жолында шынайы өмір бар. Онымен жүрген мәңгі өлімнен құтылар. Нақыл сөздер кітабы 13-ші тарау. Ақылды бала әке тәрбиесін қабыл алар, ал мысқылшыл ескертуге құлақ аспас. Адам игі сөздерінің жемісін көрер, ал опасыз жан зорлық, зомбылық көздер. Аузына ие болған өмірін сақтар, аузын айқара ашқан пәлеге ұшырар. Жалқау мол аңсағанмен аз алар, ынтамен еңбек еткен тоқ болар. Әділ өтірік сөзді жек көрер, зұлым арсыз ісімен абыройын төгер. Таза жанды әділдігі аман сақтар, күнәқарды зұлымдығы құлатар. Бай болғансыған біреудің түгі де жоқ, ал кедейсіген басқа біреу байлыққа тоқ. Байлық байдың өміріне төлем болар, ал кедей қоқан-лоққыдан аман қалар. Әділдің нұры жарқырап жанар, зұлымның шырағы өшіп қалар. Менмендік дау жанжал туғызар, даналық ақылдасқандарда болар. Оңай олжа тез таусылар, еңбекпен жинаған байлығын молайтар. Ұзаққа созылған үміт жүрек қажытар, орындалған тілек өмірді құлпыртар. Нақыл сөзді елемеген кесірін көрер, нұсқауды құрметтеген пайдасын көрер. Данышпаның тәлімі өмір бұлағы, ол адамды ажал торынан құтқарады. Ақыл парасат адамды ұнамды қылар, зымиянның жолы тым ауыр болар. Зерделі білгірлікпен әрекет етер, зердесіз надандығын паш етер. Зұлым хабаршы пәлеге тап болар, адал хабаршы амандық орнатар. Тәрбиеден безген жоқтық пен масқараға ұшырар, ескертуге көңіл бөлген қадір құрметке ие болар. Аңсаған іске асса көңіл сүйсінер, арам ісінен қайтудан надан жиренер. Данамен жолдас болған дана болар, наданмен жолдас болған пәлеге қалар. Күнәқардың соңынан пәле қалмас, әділжан ізгі сыйынан ада қалмас. Ізгі жанның мұрасы үрім бұтағына қалар, күнәқардың байлығы әділ жанға сақталар. Кедей жыртқан тың жерден егін бітік шығар, ал әділетсіздіктің кесіріне бір бөлігі ұрланар. Жазасын тартқызбаған баласын сүймейді, баласын сүйген оны жасынан тәрбиелейді. Әділжан тамағын тойып ішер, арамзаның қарны аш жүрер. Нақыл сөздер 14-ші тарау. Ақылды әйел үйін өркендетер. Ақылсыз әйел үйін өз қолымен күйретер. Тура жолмен жүрген жаратқанды қастерлейді. Қисық жолға түскен оны менсінбейді. Ақымақ паң сөздері үшін жазаланар. Ақылдының сөздері өзін аман сақтар. Өгізі жоқтың қорасы таза тұрар. Ал өгіздің күшінен пайда мол болар. Адал куәгер өтірік айтпас. Жалған куәгер өтірігін доғармас. Мысқылшыл даналықты іздеп таппас. Зерделіге білім жинау қиын болмас. Аулақ жүр ақымақтың қасынан. Ақылды сөз шықпас оның аузынан. Естінің даналығы өз жолын ұғынуы. Ессіздің надандығы алданып адасуы. Надандар күнәні күлкі қылар. Ал әділдер арасында ізгілік орнар. Өз қайғысы әркімнің өзіне аян.
қуанышында бөлісе алмас, бөтен жан. Қылмыстының үйі құрып кетер. Әділдің мекені гүлденіп өркендер. Адамға түзу болып көрінген жолдар да бар. Ақырында олар ажалға бастап апарар. Күлгенде кейде жүрегің сыздар. Қуаныш кейде қайғымен аяқталар. Опасыз адам тиісті жазасын тартар, ал ізгі жан лайықты сыйын алар. Аңғал кез келген сөзге нанар. Есті жан қадамын байқап басар. Ақылды абай болып пәледен безер. Ақылсыз өргөкірек бейғам келер. Ашушаң мінезді ақымақтық жасар. Арамдық ойлаушы жексұрын болар. Ақымақтық аңғалдың алар үлесі. Білімділік дананың алар тәжі. Жақсының алдында зұлым басын иер. Әділдің қақпасында арамзат тізесін бүгер. Кедейге өз жақыны да менсінбей қарар. Ал байға дос-сымақтар көп болар. Жақынын жек көрген күнә жасар. Жарлыға игілік еткен жарылқанар. Зұлымдық ойлаған жолдан адасып кетер. Игілік ойлаған мейірім мен адалдық көрер. Әр бейнеттің зейнеті бар. Бос сөзден тек жоқшылық шығар. Дананың алар тәжі байлық. Наданның алар үлесі ақымақтық. Адал куәгер адам жанын сақтар. Жалған куәгер көпті алдар. Жаратқанды шынға істерлеу берік сүйеніш. Әрі келер ұрпақта бас сауғалар қорғаныш. Жаратқанды шынға істерлеу өмірдің бұлағы. Ол ажалдың торынан адамды алшақтатады. Патшаның ұлылығы халқының молдығында, ал бақытсыздығы соның аздығында. Түсінігі мол ұстамды жанның, ақымақтық аян, ашушаңның. Жан тыныштығы ғұмырды ұзартар, ал қызғаныш денеге жара салар. Жарлыны қанаған жаратушысын менсінбеген. Жарлыны қамқорлаған жаратушысын қастерлеген. Арамза өз күнәсінен опат болар, ал әділдің өлерде де үміті бар. Даналық зерделінің жүрегіне орнығар. Аңғалдардың арасынан да өзін танытар. Әділдігі халықтың дәрежесін көтерер, ал заңсыздығы халықты масқара етер. Парасатты нөкері патшаға жағар. Масқара болғаны ашуын туғызар. Нақыл сөздер кітабы 15-ші тарау. Жәбір сөз ашу туғызар, биязы жауап ашуды басар. Дана жанның тілі білімді мақтар, аңқаудың аузынан надандық ағылар. Жаратушының көз алдында бәрі аян, бар жақсы мен жамандар айқын оған. Мейірімді тіл өмір сыйлайтын ағашқа ұқсар. Өтірікші тіл рухыңды жаншып басар. Әкенің тәрбиесінен ақымақ безер, ескертуге ден қойған парасатқа кенелер. Әділдің үйінде мол қазына болар, арамзаның тапқаны өз берекесін алар. Дананың тілі білім себеді, наданның санасы олай істемейді. Арамзаның құрбандығынан жаратқан жеренер, ал әділдің мұнажаты оны сүйсіндірер. Арамзаның жолынан жаратқан жеренер, әділдікті қуанғанға ол сүйсінер. Жолдан безген ауыр жаза тартар, ескертуді жек көрген опат болар. О дүние мен тозақ жаратқанға аян, оған адам жүрегі содан бетер аян. Мысқылшыл өзіне ескерткенді ұнатпас, дананың маңына ол жақындамас. Жүректің қуанышы бет жүзді жарқыратар, жүректің қайғысы көңілді жабырқатар. Зерделінің санасы білім қуар, зердес ақымақтыққа тойынар. Бақытсыздықтың қай күні де қайғыдан арылмас, қуанышты жанның тойы тарқамас. Мол қазынасы болып уайымдағаннан гөрі, азды қанағат етіп, жаратқанды қастерлеген игі. Жек көрген жан ұсынған семіз сиыр етінен, көкеніс тағамы игі сүйген жан берген. Ашушаң дау туғызар, байсалды дауды басар. Жалқаудың жолын тікен басар, адалдың жолы тегіс болар. Ақылды бала әкесін риза қылар,
ақылсыз жан шешесін қорғылар. Ақылы азды ақымақтық сүйсінтер, ал ақылды жан тура жолмен жүрер. Кеңессіз құрған іс аяқсыз қалар, көптің ақылымен ол жүзеге асар. Дәл айтылған жауап адамды қуантар, уақытылы айтылған сөз бір ғанибет болар. Дананың өмір жолы биікке бастар, ажалдан оны сақтап қалар. Жаратқан ие менің үйін талқандар, ол жесірдің жерінің шекарасын қорғар. Зұлымның жоспарларынан жаратқан жиренер, пәк жанның сөздеріне жаратқан сүйсінер. Пайдақор отбасының берекесін кетірер, параны жек көрген тыныш өмір сүрер. Әділ жан жауабын ойлап берер, арамза жаман сөзін лақ еткізер. Арамзадан жаратқан ие алыс болар, әділдіктің мінәжатына ол құлақ салар. Жарқын жүз жүректі қуантар, жақсы хабар денеге қуат артар. Өмірдің тәрбиесіне құлақ түргендер, даналар арасынан орын тебер. Тәрбиеге ден қоймаған өз жанын жек көрер, ескертуді тыңдаған ақыл парасат иемденер. Жаратқанды шын қастерлеу даналыққа үйретер, және кішіпейіл жанның абыройы өсер. Нақыл сөздер 16 тарау. Адам жүрегінде жоспар құрар, ал соның жауабы жаратқаннан болар. Адамға күллі істері жөн іспетті, ал жаратқан ие тексереді ой ниетті. Жаратушыға сеніп тапсыр барысыңды, сонда құрған жоспарың болар өнімді. Жаратқан ие бәрінде өз мақсатына сай жасар. Арамзаны ол апатты күнге қалдырар. Жаратқан иеге жексұрын, жүрегі паңдар. Шүбә жоқ, жазасыз қалмайды олар. Рақыммен және шындықпен күнәлар кешірілер. Жаратқанды шынға істерлейтін күнәдан аулақ жүрер. Адамның жолы жаратқанға ұнаса, тату қылар соның жауларында. Ағыл тегіл арам кірістен көрі, аз болса да адал пайда игі. Жүрер жолын адам жүрегінде жоспарлар, ал оның қадамдарын жаратқан ие бағыттар. Патшаның сөзі Тәңірдің шешімі іспетті. Ол әділ билік айтуға тиісті. Адал таразы Тәңір иенің талабы. Өлшеуіш тастарға ол назар аударады. Патшаға зұлымдық жексұрын болар. Әділдік оның тағын нығайтар. Адал тілді патша жақтырар. Ақиқат айтқанды ол ұнатар. Патшаның қаһары ажалдың жаршысы, ал ақылды жан оның қаһарын басады. Патшаның жылы жүзі жігерлендірер. Ризашылығы көктемгі жаңбырдай сергітер. Даналық иемденгенің алтыннан да құнды. Естілік иемденгенің саф күмістен тиімді. Әділдің ақ жолы зұлымдықтан алшақтатар. Жолына қырағы жан өмірін аман сақтар. Менмендік күйреудің басы, асқақтық құлаудың алды. Асқақ пен олжа бөліскенше, кедеймен кішіпейіл болған артық. Ақыл мен еңбек еткен игілік табар. Жаратқанға сенім артқан бақытты болар. Жүрегі дананы зерделі дер. Ұнамды тіл әсерлі тәлім берер. Ақылдыға естілік өмір бұлағы. Ақылсызға ақмақтық тартар жазасы. Дананың ақылы сөзінде дана қылар. Ол аузынан тәлімді сөз шығарар. Ұнамды сөз балдай тәтті, жаныңа жағымды, тәніңе шипалы. Адамға түзу болып көрінген жолдар да бар. Ақырында олар ажалға бастап апарар. Тәбеті жұмысшыға жұмыс істетер. Аштығы оған еңбек еткізер. Сұрқия адам зұлымды ойлайды. Айтқан сөзі жалындай жалмайды. Арамза араздық туғызар. Өсекші достарды айырар. Зорлықшыл адам жолдасын аздырар. Еліктіріп оны теріс жолға салар. Көзін сығырайтатын сұмдық ойластырар. Ернін жымқыратын зұлымдық дайындар. Ағарған шаш салтанатты тәж. Ақ жолмен жүрген соған қол жеткізер. Қуатты жасақшыдан сабырлы жан артық. Қаланы басып алғаннан
ұстамды жан артық. Лақтырған жеребең алдыңа түсер. Оның шешімін жаратқан ие берер. Нақыл сөздер кітабы 17 тарау. Жанжалды үйдің мол етінен гөрі татулықпен жеген қатқан нан игі. Арсыз ұлды ұғымпаз, құлы билер ағайындарымен бірге мұрасын бөлісер. Алтынды отқа балқытып күмісті көрікті сынар. Адам жүрегін жаратқанның өзі тексеріп сынар. Зұлымдық істеуші залым тілге құлақ асар, өтірік айтушы сұмдық тілге ден қояр. Кедейді тілдеген жаратушысын қорлайды. Сәтсіздікке қуанған жазасыз қалмайды. Қарттардың тәжі немере шөберелері, балалардың мақтанышы әке шешелері. Өрелі сөз ақымаққа еш жараспас, өтірік сөз мырзаға одан бетер жараспас. Сый тарту беруші оны сиқырлы тастай көрер, қайда барса да ол табысқа қол жеткізер. Қатені кешіретін достығын қайтар, ал оны айта беретін досынан айырылар. Ақылсызға берген 100 дүреден гөрі, ақылдыға берген бір сөгіс әсерлі. Зұлымжан тек бүлікті көздер, оған қарсы қатал өкіл жеберлер. Наданның ақымақтығына тап болғаннан гөрі, қонжығынан айырылған аюға тап болған игі. Жақсылыққа жамандық қайтарған, өз үйіне үздіксіз пәле шақырған. Басталған ұрыс тасқын суға ұқсас, жанжал қызбай тұрып дауды бас. Ақтау кінәліні, айыптау кінәсізді, екеуі де жаратқан иеге жиренішті. Даналықты меңгеруге құлшынысы болмаса, наданның қолындағы ақшадан не пайда? Шынайы дос әрдайым жақсы көрер, қиыншылықта бауырыңдай көмектесер. Ұғымсыз жан қол алысар, басқаның қарызына кепіл болар. Жанжалды сүйген күнәні ұнатқан, кеудесін тым көтерген пәле шақырған. Қастық ойлаған жақсылық таппайды, жалған сөйлеген пәлеге ұшырайды. Надан ұл өзін туғанға сор, ақмақтың әкесі қуаныштан құр. Көтеріңкі көңіл шипа болар, жабырқаңқы көңіл тәнді қуартар. Арамза жасырын паралар, әділет жолын бұрмақ болар. Ақылды жан даналықты назарында ұстар, ақмақтың көзі жер түбін шарлар. Надан ұл әкесін қапаландырар, туған анасын ашындырар. Әділ жанды жазалау игі болмас, адал жүрген мырза жанды дүрелеу жараспас. Есті адам байыппен сөйлер, ұғымды жан байсалды жүрер. Үндемесе тіпті наданды саналы дер, аузына ие болса ол дана болып көрінер. Нақыл сөздер 18 тарау. Саяқ жан қара басын ойлар, даналық атаулыға қарсы шығар. Ақмақ парасатты жек көрер, өз ойын білдіруді жақсы көрер. Зұлым өзімен асқақтық әкелер, ұяттығылыққа масқара ерер. Адамның сөзі тұңғиық судай, даналық көзі тасқынды бұлақтай. Соттау әділді, қолдау арамды, әділетсіз соттың қылығы. Ақмақтың тілі жанжал туғызар, аузымен өзіне жаза тартқызар. Өз аузы ақмақты ажалға бастар, өз тілі жанына тұзақ құрар. Өсекшінің сөзі сондай дәмді, ішіңе кіріп баурайды жан дүниеңді. Жұмысына немғұрайды ысырапшылдың ағайына. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара. Бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Байдың байлығы алынбас қамалдай, өз қиялында заңғар дуалдай. Адам құлар алдында асқақ болар, абыройы асар алдында кішіпейіл болар. Тыңдамай жатып жауап қайтарған, масқара болатын ақылсыз жан. Адамның қиналысына өз рухы төзер, ал рухы күйрегенге кім дем берер? Зерделінің санасы білімді иемденер, дананың құлағы білімді іздей берер. Сый тартуы берушінің жолын ашар, әкімдер алдына дейін апарар. Бірінші боп дауласқандікі жөн көрінер, ал қарсыласы келіп сауал қойып тексерер. Жеребе тастау дау жанжалды басар, мықты қарсыластарды ол
ажыратар. Ренжіген ағайын бекітілген қаладай, дауласқан адамың бекітілген қамалдай. Тілінің жемісімен адам қарнын тойдырар, сөзінің өнімімен жанын тойындырар. Тілде өмір мен өлімнің билігі болар. Сөзге үйір, соның жемісін татар. Әйел алған береке тапқан, жаратқан иенің жарылқауын алған. Мұқтаж адам жалына сөйлер, бай оған дөрекі жауап берер. Бірін-бірі күйреткен дос-сымақтар бар. Шынайы дос ағайыннан жақын болар. Нақыл сөздер кітабы 19 тарау. Жалған тілді наданнан гөрі адал жүрген жарлы игі. Білімсіз құлшыныс жаман болар, тым асыққан жолдан таяр. Өз ақымақтығы адамның жолын бұзар, ал жүрегінде ол жаратқанға ашуланар. Байлық достарды молайтар, кедей бар досынан да айырылар. Жалған уәде жазасыз қалмас, өтірік айтқыш құтыла алмас. Мырзаға жағынуға көп жұрт әуес, сый тарту берушімен барлығы да дос. Бар туысы кедей жанды жек көрер, ал достары солардан бетер одан безер. Сөйлессем деп талпынғаны болар бекер. Парасатқа имденуші өз жанын ұнатар, естелікке мән беруші игілік табар. Жалған куә жазасыз қалмас, өтірік айтқыш тірі қалмас. Наданға салтанатты өмір сүру жараспас, малайға бастықтарды билеу одан бетер жараспас. Даналығы адамға сабыр сыйлар, қатені кешіру оған құрмет болар. Патшаның ашуы ақырған арыстандай, ал ризалығы шөптің ғанибет шығындай. Ақылсыз бала әкесінің күйреуі болар, ұрысқақ әйел аққан тамшыдай жүйкені жұқартар. Үй мен мал мүлкің мұраң әке-шешеңнен, ал ақылды әйелің сыйың жаратқан иеңнен. Жалқауды ұйқы басар, енжардың қарны ашар. Өсиетті сақтаған өмірін сақтар, жолына ден қоймаған ажалға ұшырар. Жарлыны қамқорлаған жаратқанға қарыз бергені, игесінің сауабын жаратқан қайтып береді. Балаңды жөнге сал, үміт барда, өмірінің күйреуіне кінәлі болма. Ашушаң жан лайықты жазасын тартсын, аясаң тағы жазалауға мәжбүр боларсың. Ақылды тыңдап, нақылға бағын, алдағы кезде дана боларсың. Жүрегінде адам көптеген жоспар құрар, ал жаратқанның ұйғарымы жүзеге асар. Адамның ұнамдылығы, берік мейірімі, өтірікшіден гөрі жарлы болғаны игі. Жаратқанды қастерлеу шын өмірге бастар, жаныңа тыныштық сыйлап пәледен қорғар. Жалқау қолын табаққа салар, ал аузына апаруға жалығар. Мазақшылды жазаласаң, аңғырт жанда ұғынар, естіге тек ескертсең, ол содан сабақ алар. Әкесін тонап шешесін қуған ол, ар ұждансыз жексұрын бұл. Балам, тәлімді тыңдауды тоқтатқаның, білімді сөзден бас тартқаның. Жалған куәгер әділ сотты мазақтар, зұлымдар аузымен жамандықты жалмар. Мазақшыл адамға үкімі даяр, қыңыр ақымаққа жазасы даяр. Нақыл сөздер 20 тарау. Шарап қорлағыш, сыра даурықтырғыш. Ішімдікке салынған әркім ақылсыз. Патшаның қаһары ақырған арыстан, ашуын тұтатқан басына пәле шақырған. Жанжалға бармау адамға абырой болар, ал ақымақ болса жанжалға асығар. Жалқау мезгілінде жерін жыртпас, орақ кезі жеткенде өнім таппас. Адамның ой ниеті тұңғиық судай болар, ақылды адам олардан сарқып алар. Өз мейірімін көп адам мақтан тұтар, ал шынымен адал жанды кім табар? Әділ жан мінсіз өмір сүрер, балалары жарылқауды емденер. Сот тағында отырған патшалар бар қылмысты көзбен сұрыптап шығар. Жүрегімді таза ұстап, күнәсіз жүрдім деп, тайсалмай айталар едікім. Тең емес таразы, тең емес өлшем, екеуінде жек көрер тәңір ием. Істерін байқасаң баланың, білесің мінезінің таза дұрысын.
еститін құлақ пен көретін көздің екеуінде жаратты Тәңір иең. Ұйқышыл болма, тапшылыққа ұшырарсың. Қырағы болғын, тамаққа тойынарсың. Сатып алушы затты тым нашар деп сынар. Ал былай шығып, арзанға алғанына мақтанар. Алтында бар, маржанда мол. Зерделі тіл, нағыз қазына сол. Бөгдіге біреу кепіл болса, шапанын шешіп алыңдар сонда. Кепілдік болсын бөгденің қарызына. Адамның алдап тапқан наны тәтті, ал кейін аузы құмға толы іспетті. Ақылдасқан іс берік тұр. Соғысар алдында кеңес құр. Өсек тасыған сырыңды ашар. Серігің болмасын сөз ғымар. Әке-шешесін қарғағанның жанары қара түнекте сөнер. Тым ерте иемденген мұралы еншің, соңынан болмас шынайы берекең. Зұлымдықтың кегін қайтарам деме. Тәңір иеге тапсыр, ол қолдайды сені. Жаратқанға мүлдем ұнамсызы, дәл емес өлшем тастары. Өте жаманда, жалған таразы. Адамның қадамдарын Тәңір ие белгілер. Онсыз адам жүрер жолын қайдан білер? Тәңірге асыға өз меншігін бағыштау. Ал берген антына соңынан өкіну. Бұл өзіне өзі тұзақ құру. Ақылды патша қылмыскерлерді анықтар. Кейін соларды талқандап жазалар. Адамның рухы жаратқанның шырағы. Жүрек түкпірлерін зерттейді ол қырағы. Мархабат пен ақиқат патшаны қорғайды. Мызғымас мейірімі оның тағын қолдайды. Жастардың мақтанары күш қуаты. Қарттардың қадірі ағарған шашы. Соққының ізі адамды зұлымдықтан арылтар. Әділ жазасы жан дүниесін тазартар.